Бүгінгі сабаққа берген біздің атамыз бен апамыздың батасы деп білейік. Оқылды? Барлығын? Жақсы, енді өткізеді. Ғарышкер әдісі арқылы балаларымыз жақын даму аймағын қалыптастырып алады, яғни істейміз топқа бөлінеміз. Барлығын отырайық. Апамыздан бастайық. Апамыз біреуін таңдайды. Қандайсың? 25 деген қандайсың болады? Өте жақсы, натуралсан. Ендеше натуралсандар деген бірінші топқа жиналған болшаққа келесің. Келесі. Мына топқа келесің. Қандай таңдайды? Қандайсың? Натуралсан. Жақсы, натуралсан. Тобына келеді. Келесі. Алихан. Бөлшек бар? 30 ғой? Қандай? 30. Жақсы. Екінші жай бөлшектер тобы, екінші топқа келіп жайылсын. Келесі. Аралас? 30 ғой? 10-15 екінші топқа жай бөлшектер тобына. Келесі. Қандайыңыз қыздар? 1. Айдару? 1. Натуралсын бірінші топқа келген. Келесі жүрек. Басыңыз? 26 жақсына қосып қойды. Келесі қандайыңыз балалар? Қандайсың? Араластан оқимыз? 1,13. Жақсы. Қай жаққа келеміз? Жай бөлшектер екінші топқа. Оқимыз? Жақсы, екінші топқа барады. Жай бөлшектер тобына келесі. 10 бөлшек оқи ғой. 10-10. Келесі үшінші топтың. Келесі. Бала, бізге берілген теңдеулер, оның жауаптарын қазір ғана өздерін сәйкестендіріңіздер. Барлығымыз осылай шықты ма? Теңдеудің компоненттерін білеміз ба? Бірінші теңдеуде азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні белгісіз сан. Ол бізде ненің орнында тұр? Азайғыш па, азайтқыштың ба? Азайтқыштың орнында тұр. Ондай болса біз не істейміз? Азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Екіншіде қосылғыш, қосындының мәні. Ол жерде бір қосылғыш белгісіз. Қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. Үшіншісі де дәл солай, төртіншісі де дәл солай. Жақсы болады. Үй тапсырмасы барлығымызда дұрыс болса, бірінші ұяшық несімен бояп қоямыз. Және аты жөндерді әрқайсының есінде жазып қойыңдар. Сабақ соңында осы бойынша қайталағанымыз. Так, миға шабуыл әдісі арқылы өткенді қайталап есіңізге түсірейік. Қайғазан әдісі арқылы бірінші бізге берілген 4-тен 3 деген жай бөлшек. Біз оны неге айналдырып жазуымыз керек? 10 бөлшекке айналдыруымыз керек. Қайсысы жауап сәйкес келеді бала? 4-тен 3. Аяғы? 75. Яғни толықтауыш көбейтіш нешеден бері? 25-тен бері. 10 бөлшекке айналдыру үшін жай бөлшекті бөлімі қандай сандар болу керек болады? 10, 100, 10, яғни 10 сандар болу керек. Жақсы. Біздің қайғаздарымыздың астына не жағылды? Келесі. 8-ден 1 деген жай бөлшекті 10-лық бөлшекке айналдырайық. 10-ға келе ма? Келмейді. 100-ге? Жоқ. Неге келеді? 10-ға келмейді. 10-ды 8-ге бөлеміз. Жақсы, дұрыс екен. Келесі. Мұна берілген сандардағы ең үлкен сан. 10-лық бөлшектер салыстыру бойынша. Кім айтады? Әлімжан айтады? Дұрыс па? Жоқ. Кім дұрыс айтады? Қандай? 1,2.
Nega 1.2 үлкен болады? Барлығында 4-тен кейін 2 саны, 14. Мынада 2 деген бір-ақ санды, сондықтан 2-ден кейін бөліп жазсақ, ол 20 болады. 20 14-тен де үлкен, 15-тен де үлкен болады. Солай есептелінеді, салыстыратын еді. Келесі. Қатардағы ең кіші сан дейді. Бойына 1 қанша? 1,14 дұрыс па болады? Секундға көрейік. Жақсы, келесі. 1 қосылған 0,14 дейді. Қайсана? Қайсана сен айтайын. Өте дұрыс. Бала 1 деген қандайсың? 0,14 деген қандайсың? Натурал санды ондық бөлшекке қосқан кезде, оның натурал санды неге қосамыз? Бүтін бөлікке. Бұна ондық бөлшектің бүтін бөлігі қанша? 0,14. Демек 1,14 болады екен. Жақсы, келесі. 3,6 шығын. Дұрыс па? Оны қалай қосатын? 35-ке 25 қосамыз, 60 болады. Ал бұл жерде 3,6 2,5 сондықтан бүтіннен кейін бөлді не істемейміз? Саламаймыз. Келесі, 12-ден 10,5 азайту керек. Жігер? 20-дан 105 аламыз, 15 болады. Деп арасынан не істейміз? Қоямыз. Келесі бала, біз мұна цифрлы сандықшарын ашу үшін 4 түп берілген. Осы түптерді кезегімен ашсақ, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шығады. Бірінші беттен бастайық. Ондық бөлшектерді жай бөлшекке қалай айналдырамыз? Жаңа өздерің осыған байланысты есепті шығармын. Аяғы. Ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдыру үшін олардың бүтін бөлігін алдына жазып, ал мысал келтіретін болсақ, бізде 1,14 деген сан бізде жай бөлшекке айналдырғанда 114 болады. Жай бөлшекке қалай айналдырамыз? Жақсы. Келесі. Екінші, ондық бөлшектерді қалай азайтамыз? Үтір таңбасы келетіндей етіп, сәйкес разрядтары бір-бірінің астында орналасу керек. Жақсы. Қоспай азайтқаннан кейін үтірдің астына тұрғызамыз. Келесі кесілер. Ондық бөлшектерді қосу ережесін айтып, бұл да дәл азайту ережесі сияқты. Кім айтады? Алғаныз? Үтірдің астына үтірді жазып, ондық бөлшектерді бір-біріне қосамыз. Бүгінгі тақырып болады. Ондық бөлшектерді қосу және азайтулар есептер шығару дейді. Бүгінгі оқу мақсаты ондық бөлшектерді қосу және азайтуды орындау. Біз осы оқу мақсатына жету үшін не істейміз? Әрекет етеміз. Енді келесі бала. Әрқайсымыздың жанымызда жұбымыз бар. Қазір барлығын жұп-жұппен отыр. Енді ертең ойына екеуі мына жерден қоржын әдісі арқылы кез келген бір сұрақты таңдай қойып, кеш біреуін таңдай қойса мына жерде. Сіздерге өздеріңе арналған тапсырма шығады. Міне, шықты. Міне, астында дискриптор тұр балалар, және оған қойылатын балы тұр. Сендер осы тапсырманы орындасаңдар, жаңа сендерге бердім ғой, өзіңіз бағалап барады. Сол жерге 2 балл тағыдан естейміз, қосып отырамыз. Алтамыз бірге жұппен орындаймыз. Келесі қандық келеді. Сендер тапсырманы ашып отырады орындаймыз. Әнді. Уақыт қалмайыз, балалар орындай береміз. Ол шықпайды ол. Екінші салысында мәселелер үйлерін артығы. Келесі бағдай өт. Жүрек сенге кетеді. Өлі бар келе ғой. Екінші өлі бар. Айдана келеді. Естіміз балалар. Шынақтан тұрамыз, шешімін жағамыз. Тұрамыз, есептеміз. Bolsak tamam. İsiniz? Çıkmamızı
Onun 480'desini faydalandınız. Dürüst cevabı oldu. Bilseniz bu soru bağlarını aldığı için ilgili. Kaç çıktı cevabı? Usta? Kötümüz yapamazsınız ama. Saklasın. Aynen sonra kızın. Aynen. Al. Ne korkuyorsun? Ne diyorlar? Çok eski Her çok var. Öz kapsamalarını da çürüyor. Onda sürüyor. Nasıl olmadı? Neyse. Ha, nasıl olmadı mı? Kelesi altınlarına mı? İsmimiz Serpil Sent'in nasıl çürüyor? Kim oldu? Haydi başlayalım. Dombra деген ол қазақтың ұлттық ол біздің ұлттық ұлттық құндылықты әрқашан есту керек. Сендер де қандай? Біреуін қайда? Асырату. Қазақтың ұлттық ойыны. Ол да біздің ұлттық құндылығымызға жақсы отырады. Келесі тапсырма. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма бала? Қиындық туылдырған тапсырмалар болды ма? Сол туралы жазасыңдар, иә? Болса, әкеліп маған өткізіп, мына киімдердің үстін